Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода Калининград серверінде бомж өмірінің екінші бөлімін түсіретін боламын. Мен полностью осы жаққа ауысып келдім. Енді осы Калининград серверінде до конца қалатын боламын. Осы жақта басқа серверлерде алынмаған армандарымды осы жақтан бірге сендермен бірге алатын боламын. Енді осы жаққа келіп регистрация кезінде Альбедо Ханов деген менің егімді тіркесеңдер, сендерге 3-ші левел болғанда 50 000 рублей беретін болады. Ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Ал сендер болсаңдар видеоны до конца қарауды ұмытпаңдар. Короче, достар, мен серверге әрең дегенде кірдім. Мінекей, ё-майо, шаққа 3000 очередь болды ғой. Енді, короче, мен тағы да донат салған болатынмын. Менде 1040 блейккоин болды. Қазір біз осы видеода автокейс ашатын боламыз. Так, автокейс шамалы обновить етіп алайық. Бір нормально, дерзкі бір нәрсе түссін. Мен әдейі кешкісін ашып жатырмын. Сағат батыс уақытымен 8 болды. Давайте неткейс сатып алу керек қой. Все. Енді давайте крутитті басамыз. Бірінші обновить етіп аламыз и крутить. Все. Не түседі екен бізге. Давайте бір дерзкі машина түссе, бір 10-15 лямға бір BMW F92 түссе, вообще керемет болушы. Toyota Supra түссе ма? Сонда бұл 2 800 тұрады и 1 400 слить ету, да? Ну, дерзко, нормально, пойдет. 400 000 рублей плюсқа кіріп тұрмыз ба сонда? Ё-майо, настроение сразу құлап кетті. Кәдімгі автокейс ашам деп қуанып едім. Достар, мен мінекей банкқа келдім. Енді счет ашуымыз керек бізге. Но бізде автокейсте нормально зат түскен жоқ, сондықтан қазір левел көтеріп тастайтын боламыз. Счетты мінекей 1-1-1 открыть еттік. Қаншасыншы номер түскен екен бізде? 62-13 деген номер. Ну, нормально пойдет. Енді вообще жолым болмай жатыр мына серверге келгелі бері. Кеттік, давайте енді бізге басқа да квесттерді орындауымыз қажет. Так, ең бірінші бізге давайте одежда магазинге барып өзімізге нормально бір арзан тұратын скин алып алайық. Потом уже права тапсыратын боламыз. Одежда магазинге де келдім. Мен мына жақтан мен ең арзан тұратын скинді алатын боламын. Adidas дейтін. Өздерің білетіндей аппақ скин. Так, осы мінекей Adidas емес, Abibas екен ғой. Тағы осыны аламыз. 5850 рублейге алдым. И маған квест орындағаным үшін 3000 рублей қайтарып берді. Медкарта алуға да келдім мінекей больницаға. Енді 5000 рублейге медкарта алып тастаймыз. И потом ол 10 минут болғанша дейін мен права тапсыртайтын боламын. Отдай медкарту деп сұрап отыр менде. Дайте медкарту, мынау деп енді орысшам жеткен осы, короче. Так, бермей жатыр ғой мынау что-то маған. Менде 16 000 рублей бар. Еще Супрам бар. Менің еще 10 000 рублейге лақтырды. Точно медкарта ғой да. Давайте достар қабылдай берейік. Лучше уақыт жоқ, оны дейтін күтіп отыратын. Ну все, енді қазір автошколаға баруымыз қажет, и потом уже оған дейін медкарта дайын болатын шығар. Ана бронзовый кейс ашамыз. Қазір достар міне подарок берді бізге. И бронзовый кейс қайда сонда? Ё30 бергендес. Ё-майо, что-то левел аз болғаннан шығар мүмкін. В категорияға мен праваны тапсырып тастадым. Все. Категория Аны тапсырып жатырмын. Ертең питбайк алғанда на всякий случай керек болып қалар. Больницаға келдім медкарта алуға достар. Міне что-то көп адам, ё-майо. Медкартамызды аламыз. Манағы 10 000 рублейіміз қайтадан келді. И екінші левел болып алдық уже. Аксессуар магазинге келдім. Мына жақтан мен очки алайын деп 10 000 рублейге алам. Мінекей 10 000 рублей қайтадан маған келді. Еще 2 XP берді квесттің орындалғаны үшін. Скутермен жүріп шаршап кеттім достар. Нескиға келіп, мінекей Супрамды қазір шығарып алатын боламын. Мына жақтан промокодтан берілген Ё30 және де Ford Focus'тар бар екен. Олар бізге керек емес, бізге тек Supra ғана қажет. Так, Supramызға отырып алайық. Мінекей аппақ болып тұр ғой. Бұны мен ертең бизнестің ұшатыны кезінде оны госқа слить етіп жіберетін боламын 1 350 000 рублейге. Қазір, короче, бізге тағы да квесттер бар орындалмаған. Сол қазір шахтаға барып, сол 1000 рублейге жұмыс жасап тастайтын боламыз. Болдым достар, 1000 рублей жинап, енді мына жақтан закончить етеміз де, квестіміз орындалды, бізге 1 XP берді.